Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге қазақ тілінен 9-шы сыныптан қазақ тілі пәнінен 3-4 сабақ тағдырлас елдер деген тақырыпты өтетін боламыз, және де осы тақырыпқа арналған тапсырмаларды реті келгенше бар күш-жігерімізді салып орындайтын боламыз. Енді бірінші тапсырма сіздерде сұрақтарға жауап бер дейді. Сіздерге сұрақтар берілген. Посткеңестік елдер деген не, қай елдер посткеңестік елдерге жатады, тақырып неліктен тағдырлас елдер деп аталған сияқты. Енді посткеңестік елдер дегеніміз оқушылар бұл КСРО-ның ыдырауы кезінде, яғни 91-ші жылдары тәуелсіз алған мемлекеттер. Ал бұл посткеңестік елдерге міне Қазақстан, Армения, Азербайжан, Беларусь және тағы басқа елдерді көрсетті. Міне осы елдер посткеңестік, постсоветтік немесе осы елдерге жатады. Тақырып неліктен тағдырлас елдер деп аталған десек, бұл елдердің барлығы, посткеңестік елдердің барлығы, мынау екінші сұраққа жауап бергеніміздей барлығы бір жылда тәуелсіздік алғандар, және де кейін түрлі саяси өзгерістерге, саяси бағыттарға байланысты халық саны өсіп отырды, кеміп отыр деген сияқты сондай саяси ахуалда бастан кешірген мемлекет болғаннан кейін бұл елдердің барлығының саяси ахуалы бір-біріне ұқсас болды. Сондықтан бұл сабақтың тақырыбы тағдырлас елдер деп аталды. Енді екінші сұрақ, мәтіндегі негізгі ойды анықта, әр жылдарда халық саны сызбаға түсір, сұрақтарға жауап бер. Енді әр жылдарда халық саны десек, 1916-21-33 жылдар аралығындағы халық саны сіздерге көрсеткен. Мен осы халық санын сызбаға кесте түрінде көрсеттім. Ал енді сұрақтарға келетін болсақ, сұрақтарға былайша жауап бердік. Біздің ата-бабаларымыз ұрпақ қамы үшін, олардың салауатты өмір сүру үшін не істеген және олардың қандай өнегесін жалғастырып жүрсін немесе жалғастырған келеді деген сұраққа біз жауап береміз. Үшінші тапсырма, 1916-33 жылдар аралығында қазақ халқы санының кемуінің себебін анықтаңдар, әр топ өз болжамын дәлелдеп айтсын. Мен 1916-33 жылдар аралығында халық санының кемуінің себебін сіздерге жазып көрсеттім. Тарихи деректемелерге сүйеніп, егер қосымша деректер келтіремін десеңіздер, әрине ол өз еріктеріңізде. Төртінші тапсырма, мәтінді оқып жанрлық ерекшелігін анықта, талғаулы салаластарды тауып жасау жолын түсіндіріп жоспар құр. Енді талғаулы салалас дегеніміз бұл құрмалас сөйлемдер құрамындағы, құрмалас сөйлемдердің құрамындағы тең дәрежеде байланысқан екі жай сөйлемді айтылған іс-әрекеттің біреу ғана орындалатын білдіретін салалас түрін біз талғаулы салалас құрмалас сөйлем деп атадық. Талғаулы салалас құрмалас сөйлемдер не, немесе, яки, болмаса, не, болмаса, әлде деген жалғаулықтары арқылы жасалады. Енді мәтіндегі талғаулы салалас құрмалас сөйлемдерді мен сіздерге көрсеттім. Бұл жерде бізде екі сөйлем талғаулы салалас құрмалас сөйлемге жатады. Екеуі де не, немесе деген жалғаулықтары арқылы жасалған. Не, немесе, не, болмаса деген жалғаулықтар арқылы жасалған. Ал енді жоспарға келетін болсақ, мен үш кезде абзац бойынша мәтіндегі ойлар бойынша үш жоспар құрдым. Ол біріншісі посткеңестік елдердегі адам санының азаюы, кеңес одағының жүргізген саясаты, халықтарының көші-қоны деген сияқты. Ал жалпы мәтіннің жанрына келсек, бұл ақпараттық мәтін, өйткені сол кездегі елдердің халық саны туралы бізге мәлімет беріп тұр. Әрине бұл публицистикалық стильге жатады. Публицистикалық стиль дегеніміз бұл газет журналдарға берілген мақалалар, ресми мақалалар, одан кейін журналистердің мақалалары деген сияқты, осының барлығы осы публицистикалық стильге жатады. Бесінші тапсырма, мәтіндегі тарихи деректерге сүйене отырып, бұрынғы КСРО елдеріндегі халық санының өзгеріске ұшырау себептерін түсіндір. Мен сіздерге себебін жазып түсіндірдім. Енді оқушылар 6-7 тапсырма сіздерде тыңдалымға арналған тапсырма болуы керек. 6-шы тапсырмаға қарасаңыздар, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан елдері бала туу бойынша халық санының өзгеріске ұшырауының себептерін түсіндір дейді. Енді тарихи деректерге, құжаттарға сүйенетін болсақ, сол кездегі Орта Азия елдерінің өмір сүру ұзақтығының көбеюіне байланысты, өмір сүру ұзақтығының ұзаруына байланысты бұл халық саны кеми түсті деп жауап береді
жауап берсек болады. Енді 7-ші тапсырма сіздерде мәтінді тыңдап сұрақтарға жауап бер дейді. Енді менде тыңдалымға арналған мәтін болмағаннан кейін бұл тапсырманы орындай алмай отырмын. 8-ші тапсырма сіздерде редактор әдісі мәтінді қалпына келтіру, яғни тарихи деректер бойынша шамамен өткен ғасырларда қазақ халқының өсу деңгейі берілген графикті мәліметті пайдаланып, мәтінін құра, мәтіннің кіріспе және қорытынды бөлімін жаз дейді. Енді сіздерде мәтін құрауды тірек сөздер деп берілген. Мен жалпы тарихи деректерді және де өз сөзімді қоса отырып, мәтін құраудағы пайдалану керек сөздерді қоса отырып, азғантай ғана мәтін құрастырдым. Енді дәл осы мәтін негізінде сіздерде осы үлгі бойынша құрастырыңыздар, немесе осы менің мәтін құрастырған мәтінді басшылыққа да алуларыңызға болады. Және де оқушылар бір айта кетерлігі, бұл мәтінді құрауда мен тарихи деректемелерге сүйендім. Ол әрине тарихи деректерге сүйену керек, өйткені бұл нақты берілген біздің ақпараттар, нақты тарихымыз көрсетілген. 9-шы тапсырма мақаладағы негізгі ойды анықтап, тақырыппен байланысын анықта. Кеңес дәуіріндегі Ресей империясының шовинистік пиғыл мен ұлтшылдығының қазақ халқының өсіміне әсері болды ма дейді. Енді жалпы оқушылар, ұлтшылдық дегеніміз бұл ұлттың өмір сүру иммунитетін қалыптастыратын қадам деп жауап беруімізге болады. Осы қазақ тілінен алдыңғы сабақтарда біз ұлттық код жайлы айтқан болатынбыз. Естеріңізде болса, сол кезде ұлтшылдық жайлы, патриоттық сезім деген сияқты елсүйгіштік, ұлтжандылық, сондай ұғымдарға анықтама берген болатынбыз. Енді осы ұлтшылдық деген ұғымды ұлттың өмір сүру иммунитетін қалыптастыратын қадам деп жауап беруімізге болады. Ал мына Ресей империясының шовинистік пиғылы дегенде мен бір азғантай сіздерге мәлімет дерек келтірдім. Енді бұл жалпы қазақ халқының азаюына ең ұзағынан әсер еткен осындай бір саясат болды десек болады. Енді жалпы оқушылар міне осы 3-4 сабақ тағдырлас елдер тақырыбына арналған тапсырмалар легі жалпы осындай үлгіде орындалады. Енді алып қосарларыңыз болса, әрине өз еріктеріңізде, алайда сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, және де менің арнама, YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Егер оқушылар дәл осындай сабақ жыл соңына дейін жалғасын десеңіздер, онда лайк басып